Шахар тұрғындары енді жаңа тәтті мармеладтың ерекше дәмін сезіне алады. Дүкен сөрелерінде пайда болатын жаңа тәттілер тропикалық дәммен ерекшеленіп отыр. Бағасы да арзан дейді өндірушілер. Продукт из агара. Бұл өнім теңіз балдырларынан, яғни агар, пектеннен, өсімдік өнімдерінен, көбіне алмадан, сосын желеден тұрады. Желенің біз ең жоғарғы сұрыптысын қолданамыз. Сондықтан бұл біздің трендте болуымызға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Қазақстандағы кішкентай балаларға жоғарғы сапалы тәттіні жеуге мүмкіндік беріп отыр. Бұл жоба барысында қаланың өндірістік әлеуетіне 1,8 миллиард теңге инвестиция келді. Сондай-ақ жаңа желінің ашылуы 80 адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Сағатына 1 тонна мармелад өндіретін желі жылына 3,5 мың тонна өнім шығарады екен. Біз енді мемлекет тарапынан қолдауымыз 90 миллион теңгеге осы желіге қолдау көрсеттік. Ол жәндегі кредиттерін субсидиялау мәселесі. Жұмысын енді ғана бастап жатыр екен мармелад желісінің цехы. Сондықтан қазірдің өзінде сұраныс өте жоғары деп қазір консалтингтер айтып жатыр. Ары қарай да мына жұмыс барысы іске асқанға байланысты ол жаңағы цехтың жұмысын 2-3 ауысымға көбейтеміз деген жоспарлар бар. Айта өтейік, фабрика заманауи құрылғылармен жабдықталған. Қазіргі таңда 30 аталым бойынша 6 өнімнің түрі өндіріледі. 2019 жылы фабрика 20 мың тонна өнім өндіріпті. Биыл оны еселендіру көзделген. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Нұрланбек Саитов, Нар Ньюс.